Достар, сәлем. Бүгін жаңа жылға арнап қорапша жасайтын боламыз. Осындай қорапша 2А4 форматтан жасалынады. Мынандай кез келген пустышкаларды интернеттен скачать етіп алуыңызға болады. Мен осыны және фонды скачать етіп алдым. Мынандай фон скачать етіп алдым әдемі. Сіз де интернет желісінен кез келген затты жүктеп алуыңызға болады. Ұнаған затыңызды. Өзіңіз таңдаған кез келген фонды қоясыз. Содан кейін блинчикті басып, шаблонның астына жібересіз. Осылай жібергеннен кейін өзіңізге ұнағанша настройкасын жасап аласыз. Үстіндегі готовыны басып, стикер таңдайсыз. Ұнаған стикерді қоясыз. Бұл бізде фото салатын рамка болады. Сол себепті мен бұны выбрать деп круг салып ішіне обрезка жасайтын боламын. Міне выбрать дедім, круг шықты. Кругпен келтіріп, вырезать деп үстіндегі басып, мына X-ті басып жойып жібердім. Сонда бізде осындай рамка қалды. Жақындатып істеймін оның барлығын. Бәрі дұрыс, четко болу үшін әрине. Қайтадан стикер дегенге басып, PicsArt'тың ішіндегі өзіме ұнаған стикерді таңдаймын. Мысалға, маған осы елочка ұнап тұр. Осы елочканы өзіме орналастырамын. Звездочканы орналастырамын ұнағанша. Копировать деп осы звездочканы қайтадан копиясын жасаймын. Жанында әдем болу үшін жанына да елка салып, звездочка жасалып әдемілеймін. Сонымен қатар тағы да одан да әдемірек болғанын қалаймын. Сол себепті осындай гирлянды қойғым келіп отыр. Тағы бір нәрсе жетіспейтін сияқты, сол себепті қайтадан стикерге кіріп, өзіме осындай золотистый цвет стикер таңдағым келеді. Стикерді көріп тұрсыз, өте көп. Барлығы дайын, PNG форматта. Алып қоя берсеңіз болады. Выбор очень большой. Міне өзіңізге ұнағанын таңдап алу үшін бірталай уақытыңыз әрине кетеді. Мен мына золотистыйды таңдаймын. Өзіме ұнаған жылтыр форматтағы стикерді таңдадым. Бұны тағы да үстіндегі блинчикті басып, копировать етіп, астына қоямын. Осымен біздің үстіңгі қағазымыз дайын. Енді астыңғы шаблонды солай точно так же оформление жасаймыз. Оны көрсетіп отырып уақытыңызды алмаймын. Міне осындай қылып жасадым. Стикерлерін қойып, жанын әдеміледім. Осымен шаблонымыз дайын. Осы жаңа жылды қорапшаның жиналу әдісін көргіңіз келсе, комментарий жазып кетіңіз. Мен шығарып распечатка жасап көрсететін боламын. Ал егер осындай және осыдан басқа 2000 түрлі шаблон түрін алғыңыз келсе, маған WhatsApp номерге хабарласыңыз. Номерімді видеоның астында тастап кетемін.